10 сыныпта оқимын. Маған дайындық не керек? Әлі 2 жылым бар ғой деп жүрсің бе? Онда плотно қателесесің. Себебі мен жақында Геонлайнның Telegram каналына опрос жіберген болатынмын. 10 сыныпқа оралсан, өз өмірінде нені өзгертер едің деген секілді. И ойламаған жерден 11 сыныптар 130 түрлі кеңес жазды. Көпшілігі өздерінің 1 жыл бұрын орындай алмайған әттеген айларын жазуда болды. И бүгінгі видеода мен сол барлық іс-әрекеттерді, кеңестерді жинақтап, 10 сыныпта оқитындарға арналған жасау керек топ 5 затты айтатын боламын. Біріншіден, ағылшын оқыңдар. Ағылшын бойынша курсқа жазылмасаңдар да интернеттегі тегін ресурстарды пайдаланып, күнделікті тұрақты түрде әрекет етіңдер. Себебі ағылшынды білу бұл қазіргі заманның талабы. Бұл тек сендерге универге түскенде ғана емес, сонымен қатар жұмыста да сендерді өзге де жұмыскерлерден жоғары көрсетіп тұратын сендердің бір артықшылықтарың болады. Мәселен, кеше бір Telegram каналда 2 оқушы жазады. Мен ОБТ-дан 136 ұпай алдым, бірақ МНИ университетіне, яғни қалаған университетіме түсе алмадым деп. Себебі именно олардың мектепті бітіретін кезінде МНИ университеті өздерінде IELTS емтиханын тапсыруды, немесе ол болмаса Duolingo емтиханын тапсыруды міндеттеп қойған екен. Бірақ ол оқушылар ағылшынды оқымағандықтан МНИ университетіне түсе алмай қалды. ОБТ-ға 5 пән бойынша дайындалды, бірақ 11 сыныпта 5 пәнмен қатар тағы да ағылшынды нөлден бастап үйренуді бірге ұстап жүре алмады. Айтады ғой, қайықтың екі жанынан ұстап батып кетеді деген секілді. Олар ОБТ-ны таңдады, бірақ ОБТ-ны таңдағанымен, яғни қалаған мамандығына грантқа түскенімен, ағылшынды білмегеннің кесірінен қалаған универіне грантқа түсе алмай қалды. Екіншіден, мамандықтарында таңдаңдар. 11 сыныпта мамандық таңдауға тым көп уақыт құртып қойып, потом сапалы дайындыққа уақыт таба алмай қаласыңдар. Мен өз басым уже 9 сыныпта ойлана бастадым мамандық таңдау жайында, және ата-анаммен сәйкесінше болашағым жайында сөз қозғай бастадым. Бірақ бұл жерде бір қызық жайт, ата-анам басында маған өзінің ойындағы болашақта осы мамандық перспективті болады, осы мамандыққа түссең зарплатың көп болады деп бір бағытты тыққыштай берді. Ол әрине физмат бағыты. Себебі физмат бағытында мен өзім оқып келе жаттым, олимпиадаға физика пәнінен қатысып жаттым. Оның үстіне бұл бағытқа ең көп грант бөлінеді деді. Ағам да сол бағытта оқып жатыр, 115 балмен грантқа түсті. Сенде оның артынан ермейсің бе деп ата-анам қайта қысым түсіріп физмат таңдауға үгіттеп жатты. Бірақ мен 9 сыныпта бір айттым, геомат таңдағым келеді деп. Кейін 10 сыныпта бір айттым. Және 11 сыныпта мамалардың толық қолдауымен геомат бағыты бойынша ОБТ-ға дайындығымды бастап кеттім. Себебі мен осы 1 жыл бойы 5 пәнді күнде оқитын мен екенімді. Сосын грантқа түскеннен кейін сол мамандықты 4 жыл бойы мен оқитынды мен түсіндім. Сондықтан ата-анама барынша осы 3 жыл бойы 9, 10, 11 сынып бойы геомат бағытын неге таңдағанымды дәлелдермен айтып жеткізген болатынмын. Осы орайда бізге Ержан Мырзабаев деген психолог келіп, Геонлайн каналына бірігіп подкаст түсірген болатынбыз. Ол подкастта оқушылардың ата-аналарымен дұрыс коммуникацияны қалай құруға болады. Былайша айтқанда, ата-аналарымызды қалаған мамандыққа, қалаған қаламызға түсуге қалай көндіруге болатыны айтылған. Қазір осы жақтарда, яғни сол жағымда ссылка шығу керек. Сол ссылкамен өтіп, бұл видеоны көрген соң подкастты тыңдап келсеңдер болады. Үшіншіден, база қалыптастырыңдар. Уже қазір ОБТ деген не? 5 пәнге қалай дайындалу керек? Бәрін біліп алыңдар. Және негізгі 3 пән: Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, немесе 2 бейіндік пәндеріне уже дайындықты бастап кетіңдер. Ол үшін УТО-ның негізгі сайтына кіріп, ресми сайтына, сол жердегі әр пән бойынша бекітілген кітаптар тізімін алып оқи бастай беріңдер. Себебі 11 сыныпта уже 0-ден бастасаңдар, ар жақтағы госэкзамендер, аттестация, винеткаға түсу, сыныптастармен уақыт өткізіп үлгеру, выпускной деп, сендер уже дайындыққа да, не жеке өмірлеріне де тиісті уақытты бөліп үлгермейсіңдер. Төртіншіден, уақытыңды басқарып үйрен. 10 сынып уже есейіп, ес-жиып, өз әрекеттеріне және алған шешімдеріне жауапкершілік алатын кезең. Себебі жаңа сынақпен жаңа қабілеттер келеді.
мен өз уақытымды басқарып үйренуге 2 айды арнадым. Себебі басында сен жоспарыңды қате құрасың, оны дұрыс құрып үйренесің, кейін дұрыс құрып үйренгеннен кейін оны толық орындалуын қамтамасыз етуге де уақыт құртасың. Менде басында жоспарымның тек 30-40%, кейін 70-80, потом бірінші тоқсан аяқталды 11 сыныптың. Содан кейін ғана жоспарымның 100%-ын орындай үйрендім. Ол шақта маған ой келді: а что если мен уже 10 сыныпта дайындығымды жүйелеп, жоспарды құрып үйрене бастадым. Уже 11 сыныпта қыркүйектен бастап мен жоспарымның 100%-ға дейін орындалуын қамтамасыз етіп, дайындығымды прям продуктивті ете алар едім. Дәл қазір тайм-менеджментке арналған 2 бағдарламаны кеңес бере аламын. Біреуі Google календарь, екіншісі Trello. Trello бағдарламасының бір ерекшелігі, ол жақтағы конспект жазу, спортпен айналысу және тағы да басқа іс-әрекеттерді 3 блокқа бөле аласыздар. Бекіттім, жасап жатырмын және дайын деген 3 блок. Және әр блоктан осындай карточкаларға іс-әрекеттерін жазған соң, мысалы бекіткен тапсырман конспект жазу болса, оны жасап жатырмын дегенге ауыстырасың, потом 2 сағат өткен соң конспект жазып аяқтаған соң жасап жатырмынды дайынға ауыстырасың. Осылай бекіткен тапсырмалардың бәрін дайынға көшіргенге дейін әрекеттеріңді орындай бересің. Нәтижесінде жоспарын 100% орындалғанын байқайсың. 5-ден денсаулығың мен менталды тепе-теңдігіңді сақтап үйрен. Себебі ұбт-ға дайындық бұл спринт емес, бұл ұзын марафон. Спринт деген бұл бір сәтте сен барлық күшіңді арнап тастайсың. Бұл БЖБ-ға дайындық немесе ТЖБ-ға дайындық болуы мүмкін. Өйткені біз әдетте бұл тесттерге күні бұрын дайындаламыз, яғни түнде бүкіл параграфтарды оқып, кейін келесі күн тапсырамыз. Бұл спринт. Бірақ марафон, яғни сен өзіңде бар ресурстарыңды, яғни энергияңды, уақытыңды күн сайын 365 күн 9 айға тұрақты түрде бөліп, саналы түрде бөліп, аз-аздан күнделікті әрекет арқылы нәтижеге жететін марафон болып саналады. Алдымен ұйқыңды реттеуіне болады. Яғни күніне 7-8 сағат обязательно ұйықта. Себебі жақсы ұйқы бұл жақсы есте сақтау қабілетінің кепілі. Еще дұрыс тамақтануда маңызды. Жаңғақ, көкөністер, балық сияқты пайдалы тағамдарды жесең, сен энергияң мен зейінің де артады. Ал аптасына 2-3 рет жаттығу жасау арқылы сен бүкіл бойындағы ұбт-ға деген стрессіңді, қорқынышыңды прям спорт арқылы жеңілдетіп шығарып алсам болады. Сонымен қатар өзіне күнделікті қысқа демалыстар беріп, хоббилерің бар екенін ұмытпа. Себебі бұл мидың қайта қалпына келуіне өз үлесін тигізеді. Әрбір қадамда мақсатыңды есіне алып, арманыңды көз алдына елестет. Ұзақ марафонда денсаулық пен мотивацияны сақтасан, сен нәтижеге міндетті түрде жетесің. Мен осы айтылған 5 кеңесті қолданып, уже 10 сыныпта IELTS емтиханы 7-5 деген ұпайға, ал қаңтар ұбт-да, прикиньте, уже қаңтар ұбт-да 136 ұпайға дейін өзімнің ұпайымды көтердім. Прикиньте, 140-тан 136, уже 11 сыныптың қаңтар айында. Сондықтан қазір уже осы 5 кеңесті алып, өздерінің күнделікті өмірлеріне енгізе беріңдер. 10 сыныптар, сендер 11 сыныпқа қалуды таңдадыңдар, демек сендер университетке түсем, ұбт тапсырам деген шешімдеріне жауапкершілікті де алу керексіңдер. Сондықтан уже қазір өздеріңді қолдарына алып, алға қарай қадамдандар. Сонда өзгелерден 2 қадам алда боласыңдар.